Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін дарындылық туралы әңгіме айтатын боламыз. Білесіз бе? Әр бала дарынды екен. Ендеше дарындылықтың қандай түрлері бар? Дарынды баланы қалай танимыз, қалай анықтаймыз? Онымен қандай жұмыстар жүргізу керек? Осы туралы білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыз. Дарынды бала деген кім? Дарындылық адам бойындағы тума қасиет деп есептеледі. Адам қабілеттілігінің жан-жақтылығы дарындылық терминінің көп мағыналығын білдіреді. Сондықтан адам дарындылығының қасиетін кешенді зерттеу бүгінгі күннің талабы. Оқушы дарындылығы білімді кез келген жағдайда қолдана алатын, білімнің кеңдігі, жас ерекшелігіне сәйкес жоғары белсенділігі, дамуының жоғары деңгейлігі, дұрыс ой түйіндерге сүйене отырып, жұмысты жемісті орындауды қамтамасыз ететін қасиеттердің жиынтығы. Дарынды балалар қандай? Дарынды балалар әртүрлі, бір-біріне ұқсамайды. Дарынды баланы байқамау мүмкін емес. Көпшіліктің ортасында ол өзінің әрекетімен, бейімділігімен, қабілеттілігімен бірден көзге түседі. Дарынды балаларды қалай тануға болады? Белгілі зерттеуші Лейтес қабілетті балалардың 3 категориясын анықтап берді. Бірінші категория ой өріс қабілеті ерте жастан байқалған оқушылар. Екінші категория жеке бір іс-әрекет түрімен белгілі бір мектептегі ғылым түріне қабілеттілігімен көзге түсетін оқушылар. Үшінші категория дарындылық күш-қажырмен ерекшеленетін оқушылар. Ой өріс қабілетімен ерте жастан көзге түскен оқушыларға мектептегі оқу кезіндегі қарқындылық тән. Кейбіреулерінің ақыл ойы табанды түрде дамиды да қатарластарын басып озады. Олардың ақыл ойының кемеңгерлігі сонша, оларды байқамау мүмкін емес. Бала дарындылығының байқалмайтын жағдайлары да кездеседі. Кейде тіпті баланың есейген шағында сирек кездесетін қабілеттері көрініс тауып жатады. Балалардың бойында белгілі бір қабілеттердің жарқын көрінісі ой өріс деңгейінің жалпы дамуымен, ғылымның, өнердің арнайы бір саласына бейімділігімен сипатталады. Үшінші категорияға жататын оқушылар жалпы даму жағынан өз қатарластарының алдына шықпайды, бірақ ақыл ойының өзіндік ерекшелігімен өзгешеленеді. Сонымен дарынды бала оқушы бойында бұл қасиеттердің бірде-бірі, әсіресе дүниетанымдық көзқарасы үлгермейді деген ойдан аулақ болуымыз керек, өйткені дарындылық әртүрлі қасиеттерден көріне беруі мүмкін. Оқушының дарындылық қасиеті сондықтан барынша тұрақты емес деп айта аламыз. Себебі оның кейбірі жас кезінде көрінсе, кейбіреуі ересек кезінде байқалуы мүмкін екен. Дарынды оқушы бұл жақсы оқитын оқушы деген көзқарас қалыптасқан. Бұл әрине қате пікір. Әрине мұғалімдерге де оқуда қиыншылық көрсетпейтін, тәртіпті, ұйымшыл, білімді, тұрақты, ұғымтал оқушылар ұнайды. Ал қисынсыз сұрақ қоятын, өз жұмысымен ғана айналысатын, тәуелсіз, көбінесе түсініспеушілік туғызатын, қияли, әр нәрсеге көзқарасы бөлек оқушылар ұнамайды. Бірақ бұл дарынды қасиеттердің шығармашылық қабілеттері көбінесе осы нашар оқитын оқушылардың арасында да аз емес екендігін ғалымдар зерттеп шығарған. Сондықтан мұғалімдер осы зерттеудің нәтижесін үнемі есте ұстағандар жөн екен. Дарындылықтың бірнеше түрлері бар. Солардың ішінде академиялық, шығармашылық, спорт дарындылығы біздерге белгілі. Енді осы дарындылықтың әрбір түріне біз жеке-жеке тоқталатын болсақ, ең бірінші зияткерлік дарындылықты айтуға болады. Өйткені оқушылар көбінесе әртүрлі білім саласында өзінің жақсы білімдерін көрсетіп жүреді. Математика, әдебиет, тіл саласында осы зияткерлік қабілет дарындылық деп аталады. Шығармашылық бұл әрине өзінің тұстастарына қарағанда сахнада жақсы ойнай алуы, жақсы ән айта алуымен ерекшеленсе, ал академиялық дарындылық бұл оқушылардың белгілі бір ғылымға деген қабілеттілігі болып табылады. Олар болашақта белгілі бір саланың жақсы маманы болатын оқушыларда көбірек кездеседі. Ал әлеуметтік дарындылық деген бұл басқа адамдармен конструктивті қарым-қатынас орната алу мүмкіндігі зор оқушылар. Келесі бір дарындылықтың түрі бұл музыкалық дарындылық. Бала бұл жерде музыкалық қабілеттерін көрсетеді. Мұндай балаларға музыкалық керемет
ән айту қабілеті берілген, және олардың есту қабілеті өте сезімтал болады. Спорт дарындылығы, бұл әрине атынан белгілі, спортпен шұғылданатын оқушыларда өзінің құрдастарына қарағанда жақсы табыстарға жетуде көрінетін, дене шынықтыру сабақтарында өздерін жақсы белсенді көрсетіп жүрген оқушылардың дарындылығын айтады екенбіз. Математикалық дарындылық, атынан айтып тұрғандай, баланың мүмкіндіктері ең күрделі математикалық есептер мен мысалдарды шешуде көрініс тауып жататын болса, оны математикалық дарындылыққа жатқызамыз. Лингвистикалық дарындылық, бұл лингва деген тіл, балалар тіл арқылы кез келген ақпаратты оңай жеткізе алады. Бұл жерде тек қана қазақ тілі емес, лингвистика ғылымы, тіл ғылымы барлық тілдерге қатысты, яғни бала кейде бірнеше тілді меңгеруі мүмкін. Оны әрине полиглот деп айтамыз, бірақ орыс тілінде де, ағылшын тілінде де оқушы өзінің ойын, ақпаратты, кез келген ақпаратты оңай жеткізе алатын болса, онда ол оқушыда лингвистикалық дарындылық бар деп айтамыз. Келешекте ондай оқушылардан керемет журналистер мен тілшілер, жазушылар шығады екен. Ал әдеби дарындылығы бар оқушыларды біз әдеби дарынды оқушылар деп айтамыз. Бұндай оқушылар әдеби бағыттарда өздерінің қабілеттерін көрсетеді, олар өлең оқығанды жақсы көреді, мәнерлеп оқуларға көбірек қатысады, әдеби шығарманы түсініп оқиды, әдеби шығарманы жақсы талдай алады, поэмаларды жатқа айта алады. Тіптен олар өздері бір әдеби шығармаларды дүниеге әкеле алуы мүмкін. Яғни туындылар арқылы да олар өздерінің шығармашылық қабілеттерін көрсетулері мүмкін екен. Мен өзім дарынды балалар мектебінде 10 жылдан астам қызмет еттім. Сол кезде дарынды оқушыларды біз осындай салаларға бөліп қабылдайтын едік. Қазіргі кезде де дарынды балалар мектептері жұмыс жасайды. Олар ерекше қабілетті балаларды жинап алады, теріп алады, тест арқылы мектепке қабылдайды. Сөйтіп олардың дарындылығын анықтайды. Енді бәрімізде де сұрақ отыр. Яғни оқушының, баланың дарындылығын қалай анықтаймыз деген. Ол ең бірінші бұған дейін практикада оқушының дарындылығын анықтайтын психологиялық тесттер арқылы анықтап келді. Ол тесттердің аттары IQ тесттері, яғни оқушының қабілеттілігін анықтайтын тесттер. Осындай бірнеше тесттер болады. Ол жерде оқушының бейімділігі, қабілеттілігі, қай жағынан дарынды екендігі анықталады. Бір қызық жағдайды айтқым келеді. Оқушылар осындай тест тапсырғанда көбінесе кейде бір ғана дарындылықты баса көрсетіп жатса, 1000-нан бір оқушыда 100-ден бір десек те болады. Бір оқушыларда бірнеше қабілет қатар келіп жатады. Осымен мен бүгінгі дарынды балалар туралы ақпараттарымды аяқтаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет.